Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай витаминге толы, өте тез дайындалатын осындай салат жасайтын боламын. Ең алдымен бізге алма қажет болады. Алманы түйіркеден өткізіп алдым. Алманы міндетті түрде жуып аласыздар. Тәрелкенің бірінші қабатына орналастырдым. Содан кейін барып майонезімізді салатын боламыз. Мен майонезімді осылай саламын. Содан кейін барып суға піскен сәбізімізді саламыз. Оны да түйіркеден өткізіп алдым. Тағы майонез құямыз үстіне. Содан кейін барып біз піремізді саламыз. Картопты мен майға қуырып алдым. Картопты түйіркеден өткізіп, содан кейін барып жуып, бір-екі рет жуып, қағазға кептіріп, содан кейін барып қуырып аласыздар. Қызып тұрған майға. Осылай салып аламын. Осы салат өте оңай салат және тез желініп қалатын салат. Содан кейін барып майонез саламын. Енді кезекте біз свекломызды саламыз. Свекломды суға пісіріп, түйіркеден өткізіп алдым. Осы салатты дастарханыңызға қойсаңыз, қонақтың алдына қойсаңыз, өте әдемі көрінеді. Дастарханымыздың сәнін ашып тұратын салат. Үстіне тағы да майонез құямыз. Мен майонезді әдемілеп құятын боламын. Ең үстіне осындай свекла салғанда осылай әдемілеп құйсаңыздар болады майонезді. Енді біз үстіне грецкий орехты салатын боламыз. Мен грецкий орехты жақсылап жуып алдым. Жуып болғаннан кейін оны міндетті түрде кептіріп аласыздар. Пешке кептіріп алсаңыз болады. 3-4 минут аралығында. Содан кейін барып кішкентай уақыттап осылай салатымыздан кейін үстіне салатын боламыз. Бұл әдемі көрініп тұрады. Сондықтан ең үстіне саласыздар. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Өте оңай жасалу жолы. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.